Маған естілмейді, саған естіле ме? Микрофон қосылмаған. Қоса бер, мен дайынмын, қоса бер, бітті. Екі мың 20 жылдың қорытындысы бойынша маған біздің ақпарат және қоғамдық даму министрлігі тағайындаған Шерхан Мұртаза атындағы сыйлық берілді. Бұл шын мәнінде өте зор құрмет. Министр Аида Балаеваның тарапынан көрсетілген құрмет, осы сыйлықты беру жөніндегі комиссия мүшелерінің тарапынан көрсетілген құрмет. Бұл ең алдымен Шерхан Мұртазаға құрмет деп ойлаймын. Өйткені мен осы қазақ журналистикасының тарихындағы ең мықты редактордың, ең керемет журналистің, атақты жазушының атындағы сыйлыққа ие болуым аяқ астынан болған жоқ. Біріншіден Шерхан Мұртазаның жақсы көрген шәкірттерінің бірі едім. Ол кісінің қол астында Социалист Қазақстаннан Егеменді Қазақстан атанған, кейін Егемен Қазақстан атанған газетте қызмет атқардым. Үлкен тақырыптарды көтердік. Ол өте қиын заман еді. Біріншіден мемлекет тәуелсіздігін алу жолында күрестік. Семей полигонын жабу жолында күрестік. Қазақ тіліне мемлекеттік мәртебе беру жолында күрестік. Алматыдағы үйсіз-күйсіз жастардың үйлі-күйлі болу жолында күрестік. Шеттегі қазақтардың, қандастардың атамекенге оралу жолында күрестік. Міне осындай күрестердің ішінде мен сол Шерағаңның қол астында журналист болып, газеттің бөлім меңгерушісі болып көп қызметтер істедім. Ал бірақ енді түсінікті ғой, атақ маған ол қызметтерім үшін берілген жоқ кезіндегі. Атақ маған кейінгі атақ емес сыйлық. Сыйлық маған кейінгі журналистикадағы еңбектерім үшін берілді. Сондықтан да бұл сыйлықты ала отырып, мен әлде өзімнің жазғанымнан жазарымның көп екенін, халыққа бергенімнен берерімнің көп екенін түсіндім. Сол жолда еңбек етіп келемін. Бұл марапаттың салмағы өте ауыр. Өйткені себебі Шерағаңдай болуға әлде ұмтылу керек, талпыну керек. Рас мен депутат болмаймын, депутат болатын басқа да журналистер жеткілікті. Олардың көбі осы парламенттің сенатына да дүркіреп өтті, мәжілісіне де дүркіреп өтті. Солар Шерағаңның трибунадан айтатын, парламенттен айтатын сөздерін сол депутат болған журналистерім айта жатады ғой деп ойлаймын. Ал мен болсам өзім ақпарат саласында, таза жазба журналистикада Шерағаң сияқты жазуға, Шерағаң сияқты халықтың мәселесін көтеруге ұмтылып келем, солай ұмтыла беремін. Екінші сұраққа жауап. Біздің қоғамда қордаланған мәселе өте көп. Қай салада болсын мәселе жеткілікті. Экономиканы алыңыз, саясатты алыңыз, экологияны алыңыз, ішкі миграцияны алыңыз, қазақ тілін алыңыз. Осының барлығында да өзекті мәселе жеткілікті. Әлеуметтік салада, білім беруде, ғылымда, денсаулық сақтауда қай-қайсысын алсаңыз да мәселе жеткілікті. Өйткені себебі бізде көптеген мәселе көтеріледі, бірақ шешілмей келеді. Соның ішінде мен нелерді айтып жүрмін. Мен мына көтеріп жүрген ең үлкен тақырыбым экология. Біз мына экологиясы өте қиын елдеміз. Құдайға шүкір, біз экологиялық ауырлықтан бір нәрсе сақтап келеді, қазақ жерінің кеңдігі. Егер қазақ жері тар болса, анау Европаның шағын елдеріндей болса, біз мына экологиядан көзқараспен әлдеқашан құрдымға кетіредік. Бізді әйтеу даланың кеңдігі, даланың желінің соғатындығына сақтап тұр. Біз даланы мүлде ластап бердік. Бұлар да ірі кәсіпорындар да ластады, жекелеген азаматтар да даланы ластаумен келеді. Даланың тазалығы жөнінде күрес өте баяу жүреді, және әр адамның сана сезімі соған жеткен жоқ. Сондықтан мен көтеріп келе жатқан тақырыбының ең үлкен мына экология. Мұны Информбюро сайтындағы пікір деген бар, рубрика қазақша. Сонда 100-ге шақты мақалам жария болды. Соның 100 шақты мақаланың кемінде 20-дан астамы таза экология арналған, экологиялық мәдениетті көтеруге арналған, әлемдегі экология үлгілерді насихаттауға арналған. Біріншіден. Екіншіден, мына
көптеген мақалаларым ғылыми жетістіктерге арналған, әлемнің ғылыми жетістіктері. Өйткені себебі бізде мына ғылым бар, ғылымда еңбек етіп жүрген адамдар бар, бірақ олардың істеген нәрсесі ешқашан өндіріске енбейді. Өндіріске енгізу деген бізде жатқан бюрократия, тамыр таныстық, мемлекеттен ақша бөлінбейді емес, бөлінеді. Үкімет жыл сайын парламентке бюджеттің жаңағы жоспарын берген кезде ғылым саласына өте көп. Парламент оны бекітеді, бірақ ол нақты ғалымдарға жетпейді, жеткен тиын тебендеп жетеді. Ал оны өндіріске енгізуге келгенде ешкімнің жаңағы құлқы жоқ. Сол себепті көптеген ғылыми жаңалықтар бар, бірақ іске аспай жатады. Біздің еліміздің дамымай жатқан себебінің үлкен сыры осында. Сондықтан мен екінші тақырыбына ғылыми тақырыптар. Содан кейінгі дүние мынау адам өзін өзі дамыту керек, адам өзінің денсаулығын өзі сақтау керек, адам өзінің алдағы уақытта не болатынын білмесе де, алдағы уақытта түрлі пәле-жалаға ұшырамас үшін денесін шынықтыру керек, ағзасын сауықтыру керек, ой санасын үнемі жетілдіріп отыру керек. Мына адамның өзін өзі дамытуы менің жақсы көретін сүйікті тақырыптарымның біреуі. Содан кейін бізде мына көп нәрсе насихатталмайды. Тарих тұлғаны насихаттау жағынан кемдік жоқ, бірақ мына адамдар бізде сыпыра мақтау көп. 90-жылдардың ортасынан кейін 21 ғасыр басталардан бастап бізде сыпыра мақтау, әншейін дәріптеу деген шектен асып кетті. Бізде кез келген тұлғаны жасақ, оны дәріптей жөнелмес. Әңгіме дәріптемеу керек. Әңгіме оның ерлік жасағанының қаншалықты мәні болғанын, оның әлдебір айтқан сөзінің қаншалықты мағынасы бар екенін анықтауда. Міне осыған назар аудару керек. Менің тақырыптарым дені осындай. Үшінші, журналистика жолына қалай түстіңіз? Үшінші сұраққа жауап: жазуға сүйіспеншілік қалай оянды? Журналистикаға енді мен қой бағып келдім. 2 жыл Семей облысының сол кездегі Ақсуат деген ауданында мына Қытаймен шекарада қой бақтым. Ал мен журналистикаға әкелген арман ол кездегі Гурьев, қазіргі Атырау облысындағы, сол кездегі Теңіз, қазіргі Құрманғазы ауданындағы Сүйіндік деген совхозда бір оқушы қызбен хат жазып тұрдым. Мен Қазақстанның ең қиыр шығысында тұрдым, ол Қазақстанның ең қиыр батысында тұрды. Екеуміз бір-бірімізді көрмей, бір газеттегі оның мақаласы арқылы танысып, менің хатым ол жауап беріп, сол арқылы қой бағып жүрген жігіт оқушы қызға хат жазып, 2 жыл осындай сырттай байланыста болдық. Сонан кейін мен ол қызды көргім келді. Ол қыз Казгудың журналистика факультетінде оқуға түскісі келеді екен. Мен сол қызды көру үшін Алматыға келіп, Казгуге журналистикаға менде документ тапсырып, сол қызбен танысып, сол қызбен қолымыздан жетектеп жүріп, екеуміз бірде емтиханға барып, мен журналистикаға жолына осылай түстім. Енді табиғатында болған шығар, оқуға деген құмарлық, бүкіл кітаптарды білетінмін, бүкіл ақындардың өлеңдерін қой бағып жүргенде жатқа айтатынмын. Жаңа шыққан бүкіл газет журналдардағы әңгіме, мақала, новелланың ешқайсысын қалдырмай оқитынмын. Сондай ішкі дайындығым болған шығар, бірақ сыртқы әрекет ету жаңа қызға деген сүйіспеншіліктен басталды. Жазуға деген сүйіспеншілік, сол қызға деген сүйіспеншілік арқылы жалғасып кетті. Мұны мен «Қой баққан қиын» деген кітабым бар, сонда біраз шет жағалап жазғам. Бұл туралы кезінде әртүрлі газеттерде, журналдарда, оның ішінде Бауыржан Омарұлының 13-ші қаламүш деген кітабында жазылған. Керек болса, қыз болса сол жерден оқып алуға болады. Жазуға деген сүйіспеншілігім шамамен 18 жасында қой бағып Казгуге келгеннен кейін басталса керек. Ең бірінші мақаламнан бастап есімде, қазіргі осы өткен апта жазған мақалама дейін бәрі ойымда. Ешқандай жазуымды ұмытқан емеспін, не жазсам да жадымда жүреді. Жазу менің тіршілігім, жазу менің бүкіл күнкөрісім. Осы журналистика арқылы 2080 жылдан бері есептесек 40 жылдан 41 жылға кетіпті. Тек қана 41 жыл бойы жазумен келе жатырмын. Мемлекеттің тік қызметке барған емеспін. 3 рет президент әкімшілігіне баспасөз қызметі шақырған, 3 рет шақырған дейін шақырмаймыз деген, соның барынан бас тарттым. Бұл менің ойымша осы жазуға деген сүйіспеншілік болса керек. Журналистің бір күні ұқсамайды, қызығы да қиындығы бар десе де, бір жұмыс күніңізді қалай суреттер едіңіз? Бұл 4-ші сұраққа жауап. Жұмыс орным бар, Қазақстан телерадиокорпорация, соның бас редакторымын. Мынау телесериалдарға жауап беремін. Сол сияқты үлкен бағдарламаларды маған көрсетіп алады. Менің жұмыс күнім солардың сценарийін оқып түзетумен өтеді. Сол сияқты
дайын телесериалдарды, дайын бағдарламаларды қарап бағалаумен өтеді. Әрине бұл орайда мидың біраз бөлігі соған жұмсалады. Бірақ қалай дегенмен де мен ойлаймын, журналистің жазғанын ешқашан журналист түзетпеу. Бір жаза алмаса ол журналист емес. Өкінішке орай бізде қатесі жазатын, ойын айқын жеткізетін, сөздерін соғалпы білдірмей эфирден беруге болатын журналистер өте аз, тапшы. Көбінің жазғаны көңіл көншітпейді, ойдағыдай шықпайды. Қадыр Мырзалиевтің өлеңі бар ғой, жырыңды ұқпаса жоғалып кет дейді, жүректен шықпаса жүрекке жетпейді деген. Сол сияқты мынау көбінің жазғандары ұғынықсыз, түсініксіз, солар жөндеуге тура келеді. Демек бұларда сапа жаңағы журналистика факультеттерінде жатыр. Солардың дайырлаған журналистері сапасыз. Оның себебі Қазақстанда журналистика факультеттерінің шектен тыс көбейіп кеткендігінде. Негізінде сапалы екі-ақ жерде журналистика факультетін қалдырса, бүкіл Қазақстанның журналистерін солар дайырласа, анағұрлым сапалы болар еді. Онда бізде әр ақпарат құралында сапа жағынан өте жақсы журналистер болар еді. Менің де күнім соларды түзеумен өтпес еді. Одан кейін кешке қарай өзім мақалаларымды жазамын. Мен негізі жұмыстың көп бөлігін, үкіметтің көп бөлігін түске дейін, үкіметтің жұмысын көп бөлігін түске дейін істеп беруге тырысамын. Түстен кейін өзімнің жұмысымды істеуге ыңғайлана беремін. Ал күндіз өзің жұмысыңды істеу мүмкін емес. Біріншіден, ол үкіметтің берген уақыты, үкіметтің жалақысында жұмыс істейсің. Екіншіден, мына телезвоноктар, қоңыраулар қайта көп. Қазір оның үстіне ақпарат алудың тәсілі көбейді. Bir жақта жұмыс телефоны шырылдайды, бір жақта қалта телефоны шырылдайды, бір жақта WhatsApp-тан бірден келіп жатады, бір жақта әлде бір топта, бізде мысалы Абай фильмін шығаратын кезде Абай фильм туралы топ болды, Әл-Фараби фильм туралы топ болды. Қазір тағы да бірнеше топтар бар. Сол топтардағы жаңағы әлеуметтік желіде соларды қарауға кетеді. Оның ішінде Фейсбукта біреу бірдеңке деп жатады. Оның ішінде Қайнар Олжайдың Фейсбукта Қайнар Олжайдың сабақтары деген тобым бар. Соның барлығы да жаңағы сансыз телеқоңырау, сансыз осындай түсіп жатқан ақпарат мазаңдалып жұмыс істеуге мүмкіндік бермейді. Мен өзімнің мақалаларымды, сүйікті мақалаларымды кешкілік отырып жазамын. Үйде оңашада мансардта бөлмем бар. Сол жұмыс бөлмесінде мен бүкіл әлемге шарықтап шығамын. Сол әлемдегі өзімнен көзім шолып отырамын. Ақпарат қазір жеткілікті. Баяғыда біз газеттерден көшіріп алатынбыз. Ол кезде ксерокстың өзі жоқ болатын, қолмен көшіретін. Мен бірнеше рет жаңағы архивтегі материалдарды, кітапханадағы материалдарды қолмен көшіріп келгенмін. Кәдімгі ақ параққа қаламмен жазып. Кейін оларда ксерокс қойылғанда жаңағы тиын тебен төлеп көшіріп алатынбыз. Сөйтіп жинадық. Кейбір газет журналдарды үйге жазылып алғаннан кейін барлығы тау-тау болып кетеді ғой. Керек мақалаларын қайшымен қиып алып, үйге өзім жазылған газет, өзім жазылған журнал, не істесем де өз еркім, ана беттерімде қызықты мақалалар сөйтіп жинайтынбыз. Қазір заман жеңілдеді ғой. Қазір жаңағы тауып ал, файлын алып көшіріп қой. Кез келген уақытта телефоныңмен неңмен материал қарай бересің. Қазір жұмыс оңайлады. Материал жинайтын жұмыс оңайлады, бірақ жазу өте қиындады. Өйткені ақпарат құралдары көп, бәсеке көп. Егер сен жазғаның жақсы болмаса оқымайды. Мұндай бәсекеде жақсы жазу ғана анығын жазу, шындығын жазу, қысқа жазу, көркем етіп жазу, қызықты етіп жазу, міне осындай талаптар ғана ол қазіргі бәсекеде алға шығарады. Сол бәсекеден қалмау үшін кешкілік отырып алып, өзімнің мақалаларымды, қажетті кітаптарымды жазамын. Жұмыс күнін суреттесем осындай. Түске дейін таза жаңағы сериалдарды оқимын, сценарий, түстен кейін сериалдарды қараймын. Кешкілік өзімнің жеке жазуым жазамын. Бір жұмыс күнім осындай. Оның сыртында аулада жұмыс істейсің, бау-бақша бар. Қыста қар күресіңде бір сағат анау итіңді қыдырып келсең де адам бәріне көңіл бөлер. Балаңа дейін итіңе, мысқыңа дейін көңіл бөлер. Ештеңе көңіл бөлмес өспейді. Ана гүлдің өзін суарғанда адам сүйіспеншілікпен суару керек. Сонда ғана гүл өседі. Сол сияқты барлығына өзіңнің жүрек жылуыңды жұмсаған жерде ғана жақсылады. Демек аулада итім бар. Итімді сипап тамақ беріп келем, қыдырып келем. Қыста үйде болады. Жазда есік алдынан шығатын мысығымыз бар. Мысығымыздың да атын атап, 2-3 уақыт атын атап, тамағын беріп қойсаң, ана мысығың да саған жақсы арайды. Сол сияқты бала шағаға да, немерелерге көңіл бөлу керек. Осының бәрін адам уақыт тапқан ғана адам өзін адам деп сезіне алады. 5-ші, қайда кетіп қалды нағыз? 5-ші. 5-ші, дегенмен сұхбат алу үшін дайындаласыз ба? Журналистика тәжірибесі жастарға мықты маман. Мынау дайындалу керек. Сұхбат алу, жалпы журналистің еңбегінің көзі адам. Біз
адамдармен кездесіп, адамдардан ақпарат алып, адамдарға жолығып, сол ақпараттарды жазамыз. Ешқашан бізге робот ақпарат бермейді, бізге ақпаратты тек адам береді. Ол депутат болуы мүмкін, ол ғалым болуы мүмкін, ол спортшы болуы мүмкін, ол суретші болуы мүмкін, ол машина жөндеуші болуы мүмкін, ол еден жуушы болуы мүмкін. Қалай болғанда да ол адам, ол біреудің құрдасы болуы мүмкін, біреудің танысы болуы мүмкін, біреудің күйеуі, біреудің әйелі болуы мүмкін. Қалай алғанда да біздің жұмыс материалымыз адам. Біз адаммен жұмыс істейтін болғандықтан ең бірінші мәселе адаммен сөйлесу керек. Мына журналистикада бізде екі нәрсені оқытуға қазір көңіл бөлмейді, дұрыс көңіл бөлмейді. Біріншісі психология, екіншісі логика. Міне, сөйлесетін адамыңа бармай тұрып, сен ол адам туралы материал жинауың керек. Бұл қандай адам, қандай сұрақтар бұған қойылады. Мысалы, өткенде бір масқара сұрақ болды. Тамара Асарға біреу сұрақ қойды: сіз неге жаздың күні аяғын етік киіп алғансыз деп. Ана сұрақ қойған адам журналист ақымақ. Тамара Асардың автомобиль апатына түскенін, бір аяғы кесіліп қалғанын, кесілген аяғын мен ол жаңағы қоншы ұзын аяқ киім киіп жүріп сахнада жүргенін, сол сахнада қазақ эстрадасының жұлдызы болып жүргенін, адамның ар жағында ауыр тағдыр жатқанын білмейді, автоапатқа түскенін білмейді, аяғының кесіліп қалған Тамара Асардың өзінің аяғын кесілгенін өзі қолмен ұстап тұрған сәтін айтқанын білмейді. Міне, журналистің білім жоқтығы кейде осындай масқара, өкінішті жағдайларға ұшыратады. Сондықтан да сұхбат беретін адамның кім екенін біліп бару керек. Көбіретте мен байқаймын, мынау сұхбат беруші адамдар, әсіресе ғалым адамдары, ғылымдағы адамдар, ғалымдар, белгілі қоғам қайраткерлері, үлкен деңгейге өздері жеткен адамдар журналисті менсінбейді. Өйткені себебі журналист оның деңгейіндегі білетін нәрсені білмейді, сұрақтарын күлкісі келеді, сонан кейін қырсығып жауап бермейді. Өйткені себебі журналистің дайын емес екендігін, журналистің білімінің тайыздығының, ой өрісінің төмен екенін түсінгеннен кейін ана адам оны мысқылдай бастайды. Ана адам оны менсінбейді. Міне, содан барып ойдағыдай сұхбат шықпайды. Журналистің дайындығы, даярланып баруы өте шешуші мәселе. Мен қандай тақырып жазсам да, кіммен сөйлесем де даярланбай барып аяқ астынан жолықпаймын. Аяқ астынан жолығатын адамдар болады, сен бұрын танымайсың, бірақ ол адам саған тақырып, ол аяқ астынан жолыққан адам бірден жазуға болмайды. Сен аялдамада, бір тойда, тағы бір жерде бір адаммен жолығып қалуың керек. Өткенде біз бір белгілі тұлғаны жаңағы студияда жазбақ болдық. Сол уақытта оны қасына әншейін бір жолдас еріп келіпті, анаған жүргізуші сияқты болып келген. Сол адамды алып келіп, әншейін анаңның студиядағы жазбаны сыртынан бақылап отыруға әңгімелесе келсек, мына адамымыздың өзі өте қызық, басынан бір талай нәрсені кешірген адам екен. Мен содан кейін телефонын алып алдым да, кейін сізбен аспай сөйлесем дедім. Міне, бірінші жолыққанда мен ол адамды не істегенін аяқ астынан білдім, бірақ оны жазарға келгенде кейін дайындалып қайтадан барып ол адаммен мен сұхбаттасып жақсы мақала жазып шықтым. Міне, осындай дүние болады. Сондықтан кез келген адамға, кейіпкерге дайындалып бару өте шешуші мәселе. Мысалы, шабуылға шығарып әскер дайындайды ғой соғыста. Әскер дайындамай қарусақ білмеуі мүмкін, бірақ мына шабуылдайтын жақтың әскері шабуылдауға шығатынын біліп дайындалады. Журналист те сол сияқты болу керек. 6-шы сұрақ. Тақырып қоюдың шеберлігі, тақырып мәселені шешуге. Мына тақырып қоя білу керек. Бізде қазір тақырып қоя білмейді. Тақырып қоя білмеу газетті, сайтты, ақпарат құралын оқытпайды. Мысалында кейде республика газетті ашып қалсаң, екінші бетінде жаңа электростанция салын деген тақырып тұрады. Мен онан кейін оқимын. Жамбыл облысында деген аяғын оқимын да, ортасын оқымаймын. Жамбыл облысында жаңа электростанция салыныпты ғой деймін. Бір үйір жылқы аязда қатып қалып деген тақырып тұрады, аяғында Павлодар облысы деп тұрады. Мен мақаланың ішін оқымаймын, 200 жолды оқымаймын. Павлодар облысында бір үйір жылқы қатып қалды ғой деймін. Міне, тақырыпты дұрыс қойылмау мақаланы оқытпайды. Мақаланы, материалды оқыту үшін тақырыпты дұрыс қоя білу керек. Бұл әрине үлкен өнер, бұл үлкен шеберлік. Мен бұл жөнінде сабақ беріп келе жатырмын. Егер жаңа журналистер қауымы жиі сұрайды, аймақтар сұрайды, сол менің сабақтарымның ішінде, оқитын дәрістерімнің ішінде тақырып қоюды үйретемін. Кейін мынау үйреткеннен кейін байқап жүрем. Мен үйреткенім оларға қонды ма, қонбады ма? Кейбір ақпарат құралдарында мен оқытып кеткеннен кейін тақырыптар өзгеріп, тақырыптар түлеп жатқанын байқаймын. Тақырып шақыру керек.
тақырып ештеңе жазылатынын айтпау керек, ол тек шақыртыру керек. Мына сіздер көшені жүрсеңдер байқайсыздар ғой, белгілі ресторандарда, дүкендердің алдында ана анимация жасап шақырып тұратын анандай бейнелер болады. Міне тақырып деген тура сондай болу керек. Менің ішіме кір, мені қара, менде қызық, менде тартымды, менде өзгеше, менен әлде бір рухани азық аласың дегенді тақырып байқату керек. Бірақ ол қандай рухани азық екенін тақырып айтып қоюға болмайды. Тақырып қыздың сыры сияқты сәл құпия болу керек. Көркі бәрі байқалып тұрады, бірақ құпиясы ішінде қалу керек. Міне тақырып қою өнер дегеніміз осы. 7-ші сұрақ. Бүгінгі журналистің кескін келбеті, ақуаты, әлеумет жағдай қалай, айтып жүрген мәртебесін ала алды ма? Журналистің мәртебесі. Негізінде менің ойымша журналистке артық мәртебе керегі жоқ. Журналист ол мамандық. Кез келген мамандықтың бәріне мәртебе берілмейді ғой. Бізде мәртебе анау жер астында қауіпті жұмыс істейтіндерге баяғыда берілген. Қазір оның өзі бар ма жоқ па білмеймін. Біреуден біреу артық емес, бір мамандықтан бір мамандық артық емес. Сен журналист болып жаңағы мақала жаза алсаң, сен журналист болып өзің ақпарат құралдарыңды алсаң, одан артық саған қандай мәртебе керек? Бұларда бір-ақ нәрсе, журналистің мәртебесі дегенде журналистке жаңағы кез келген адамға сұрақ қою құқығы, кез келген адамнан, кез келген мекемеден жауапты тез алу құқығы ғана бұларда сөз болу керек. Одан басқасында ешқандай бізге артық дүние керегі жоқ. Журналист жаңағы қоғамның бір мүшесі ғана. Қоғам журналистке ешқашан өзін артық сезінуге болмайды. Мысалы, артық сезінетін адамдар болады, олар жаңағы халық қаһарманы, еңбек ері деген атақтар берілсе, ол атақтардың ғана лайық өзіне сай мәртебесі болады. Мысалы, баяғыда көп балалы әйелдер бір ауданның ішінде тегін жүретін, әлгі Ұлы Отан соғысының ардагерлері бір республика бойынша тегін жүретін деген сияқты мәртебе бар. Өйткені себебі анау көп бала туған ана, анау соғысқа қатысып отанын қорғаған батыр. Ал журналистке қандай мәртебе керек? Менің ойымша журналистке ондай ешқандай артық мәртебенің керегі жоқ. Журналистке өз мамандығын жақсылап істесе, сол мамандығына лайықты жалақы берілсе, оған сол жетеді ғой деп ойлаймын. 8-ші сұрақ. Заман талабына сай қазіргі өмір сүру үшін кейбірі қосымша жұмыс істеуге мәжбүр. Осылайша әлсіз жасап жатқан жоқпыз ба? Слухия жатырған депсіз, жатырған деген сөз болмайды. Ол айтқан кезде, жазған кезде жатқан дегенді пайдаланған. Жатырған ол енді жергілікті диалекті, оны жаңағы диалектіні ақпарат құралдарында көп насихаттамау керек. Бұл менің жеке ойым. Сонымен қосымша жұмыс істеуге мәжбүр дейді кейбір журналистер. Қосымша жұмыс істеуге болады, тыйым салынбаса. Өйткені себебі мынау бір-бірімен бәсеке мекемелерде бір сәтте жұмыс істеуге болмайды. Айталық, сен бір сайтта істейсің бе, тура сонда екінші сайтта жұмыс істеуге болмайды. Ал сен жаңағы газетте жұмыс істеп жүріп, телевизиядан тапсырма алып, сценарий бірдеңке жазуға ол рұқсат болады. Еңбек шарты арқылы қосымша жұмыс керек. Адам 2-3 жұмысты бір сәтте атқаруға қабілетті болу керек. Мысалы, бір мақаланы жазып отырғанда, редакциялап отырғанда, екінші мақаланы компьютерде сол сәтте қалай жазуды ойлай бер, үшінші мақаланың тақырыбын таба бер. Сол сияқты уақытың жетсе қосымша жұмыс істеуге болады. Бұларда бірақ не нәрсені болсын беріліп істеу керек, не жасаң да сапалы шығу керек. Екі жаққа, біреуінде газетке мақаланы сапалы берсең, біреуінде телевизияға сапалы сценарий беріп отырсаң, ешкім саған қой демейді. Ақшаң көптеу болады, бірақ әрине бұл үшін уақытты пайдалану керек. Біздегі жастардың ең үлкен кемшілігінің бірі уақытты пайдалана алмайды. Уақытты пайдаланып үйрену керек. Ол үшін жоспарлай беру керек. Бүгін таңертеңнен кешке дейінгі жоспарлау керек. Ол үшін соңғы бір сәтте бірнеше істе үйрену керек. Көлік жүргізіп келе жатып, көлік жүргізуге жауапты бола тұра, жаңағы жекелеген мақаланың тақырып бірдеңкесін ойлап қоюға болады. Мынарда компьютерде мақала жазып отырып, ана жерде басқа бір файлдан тағы бірдеңкені іздеуге болады. Ол оп-оңай. Тіпті ол уақытта жаңағы YouTube-тан бірдеңкені қосып қойып, оның дауысын тыңдап қосымша ақпарат алуға болады. Қалай болғанда да біз жаңағы уақытылы тиімді пайдалансақ, уақытты орын жұмсап үйренсек, бізге оның ешқандай қиындығы жоқ. Қосымша жұмыс істеудің. Бірақ қосымша жұмыс сенің негізгі жұмысыңа да, қосымша жұмыстың өзіне де сапа жағынан төмендеуге себеп болмайды. Бәрі сапалы болу керек. Интернет журналистика жақсыланып келеді, бұл қуаныш па, кесел ме? Енді біз
пайдасын көріп отырмыз. Менің өзім интернет журналистикадағы бір сайтқа, ол бұрынғыдай газет түрінде шықпайды, ешқандай қағаз емес, кәдімгі сайт, таза интернеттегі сайт. Соның өзіне апта сайын мақала жазып келе жатырмын. Бір мақаладан қазірдің өзінде мен 120-дан аста мақала жаздым. Бұл интернет журналистиканың қуаныш екенінің белгісі. Өрісті ашты, көбейтті. Кесел жағы қандай ақпарат береміз? Бұл кесел. Интернет журналистикада басқа ақпарат құралдары сияқты тек қана ұлтқа, халыққа, жеке адамға пайдалы, оның дамуына себеп болатын, оның дамуына негіз беретін материалдар болу керек. Бізге өкінішке орай адамды аздырып тоздыратын, адамды жақсы жаққа емес, жаман жаққа итермелейтін материалдар интернет журналистикада өте көп. Бұл кесел, бұл кеселден арылу керек. 10-шы сұрақ. Журналистика сапасы тым арзандап кеткен жоқ па? Қалай ойлайсыз? Тамыр таныс кімнің тірегі бар, соларға бәрі жеңіл беріледі. Журналистика саласы тым деңгейі төмендеп кеткен рас. Журналистика саласының сапасы жоқ болып кеткен рас. Өйткені себебі жаңа мен жоғарыда айтып кеткендей, журналистиканы сапалы даярламайтын болдық, біріншіден. Екіншіден, мына тамыр таныс деген өте орынды сұрақ, өте қиын. Біздің қоғамда дамуымыз қиын. Өйткені себебі әркімнің әр жерде көкесі бар. Сен ешқандай талантың жоқ болса да, сенің ешқандай табандылығың жоқ болса да, сенің ешқандай білімің жоқ болса да, сені қайткенде бір ақпарат құралдарында отыруға, сол жерден орын табуға көкең итермелейді, көкең алып келеді, көкең жетектеп жүреді. Баяғыда Оспанхан Әубәкіровте адам жетектеген адам деген жақсы әңгіме болған, сатиралық. Сол сияқты әлі күнге дейін біздің қоғам адам жетектеуден арылмай келеді. Бұл өте ешкімге құпия емес, бұл өте қиын жағдай. Бір ғана мысал айтайын, корпорацияның өзінде 10 шақты жыл бұрын бір администраторды орнынан қозғау мүмкін емес болатын. Әйтеу бір адамның бір жерде танысы бар, мысалы жұмысын істемейді, ал жұмысынан алайын десең, жоғарыда парламентте отырған депутат көкесі анаған тиіспе, онда не шаруаң бар деп аттандап шығады. Егер оның айтқанын тыңдамайтын болсаң, саған сенің жұмысыңнан әйтеу бір кемшілік тауып, бір кедергі жасауға тырысады. Бұл өзі қазақ қоғамын дамытпай келе жатқан ең үлкен кесел, осы тамыр таныстық. Бұл 90 жылдардың басынан бар, әлі күнге дейін өте күшейіп кетпесе азайған жоқ. Бұнымен біз ешқашан дамымаймыз, біз шегіне береміз. Туған туыстардың бір-бірін қолдауы, бір-бірін қорғауы, бұл мемлекеттің ісіне, ақпарат ісіне, сот ісіне араласқаннан кейін біз оңбаймыз. Тамыр таныстардың туыстарын бір-бірі жеке өмірдегені қолдау керек. Ешқашан қызметте қолдауға бір-бірін болмайды. Өкінішке орай біз керісінше қызметте қолдаймыз, сол арқылы әркімнің жеке проблемасын шештік деп ойлаймыз. Бұл өте төмен. Мәдениеттің жоқтығы біздің еліміздің дамымай отырған себебі осы. Бұл сол сияқты тура осы нәрсе журналистикадағы өзінің көлеңкесін түсіріп келеді. Мемлекеттік 12-ші сұрақ. Телеарнада сыни материалға шектеу қойылды, дұрыс па? Шектеу жоқ. Әңгіме орынды сынай білуде. Орынымен сынасаң бәрін сынауға болады. Ешкім сыннан жоғары емес. Әрине, өзін сынатқысы келмейтін әкімдер, өзін сынатқысы келмейтін жоғарыдағы адамдар болуы мүмкін. Бірақ мүлде заңда сынға шектеу жоқ қой. Біздің бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңымызда конституцияға қарсы шығуға болмайды, зорлық зомбылықты насихаттауға болмайды, ұлтаралық араздықтарды қоздыруға болмайды, соғысқа, тағы басқа қақтығысқа, билікті қарулы жолмен төңкеріп тастайтын жағдайларға әкелетін материалдарға жол берілмейді. Оларға шектеу қойылған, заң жолмен қойылған. Міне, біз тек заң аясында жұмыс істесек, заңда бәленшені сынама деп ештеңе көрсетілмеген. Сынауға болады, сының әділ болсын, сының дәл болсын. Мұндай жағдайда егер сын материалдан көп сотқа алып тіреледі ғой, сотта өзіңді ақтап алатындай, өзіңдің материалдағы сыни дүниенің барлығы дәлел екенін көрсете алатын болсаң, сыннан қорықпа. Мен сыннан қорықпас едім. Сыннан ешқашан қорықпаймын. Өзім сынаса да қорықпаймын, біреуді сынаған материалдан да қорықпаймын.
Қазіргі жұмысымды бағана айтып кеттім ғой. Қазақстан телерадио корпорациясындағы Қазақстан телеарнасының бас редакторымын. Сценарийлерін оқимын, соларды жөндеп беремін. Эфирден өтетін кейбір материалдарда күмән тұтар бастаған пікірімді айтамын. Телесериалдардың сапасына жауап беремін. Сондықтан бұл жұмысыммен мен осы биылғы жылдың Алла амандығын берсе шілде айына дейін жұмыс істеймін. Бірінші жылдан бастап заңды еңбек зейнеткер болуға дайынмын. Зейнеткер болғаннан кейін бұл қызметті мен корпорацияның өзіне өткізіп беремін. Зейнеткер деген сөздің өзін бір Шерхан Мұртазаның заманында зейнетақы мен зейнеткер сөзін эфирге газет бетіне енгізгенбіз. Қазір тіпті заңда солай жазылатын болды. Мен осы қазақ журналистикаға қосқан үлесімнің біреуі болса, қазақ қоғамына, қазақ тіліне қосқан үлесім біреуі болса, пенсионер деген сөзді зейнеткер деп ең алғашқы аударған мен едім. Егемен Қазақстан газетінде ол кезде ақсақалдар көп хат жазады, өте белсенді болады. Соң әрқайсысы бәлен-бәленшейіп, жаңағы Гурьев облысынан пенсионер бәлен-бәленшейіп, Семей облысынан пенсионер бәленшейіп, ол кезде офетпен жазылатын уақыт қой. Жезқазған облысынан пенсионер деп жазатын қарттардан көп хат келетін. Солардың екі-үшеуінің аяғына пенсионерді зейнеткер деп жазып апардым. Ержұман Смайыл деген марқұм бас редактордың орынбасары осылай болса дұрыс шығар деп қол қойып берді. Сөйтіп ең алғаш зейнеткер деген сөзі газетке шықты. Зейнеткер дегеннен кейін кешікпей пенсияны зейнетақы деп аудардық. Қазір заңда да барлығына да бұл қазақ тіліне кірігіп кетті. Басқа да бір қатар сөздердің қазақ тіліне енуіне үлесім бар. Соның ішінде ең сәтті болғанның біреу зейнеткер сөз ғой деп ойлаймын. Бірақ бәрін аудара беруге болмайды. Қазір оңды-солды аудармадан қазақ тілін білеміз дейтін біздің өзіміздің басымызға атып кетті. Бұл орайда журналистикаға бірізділік керек. Әріптестерімнен бірізділікті сақтаса деп тілеймін. Атырау облысының радио тыңдармандарына зор табыс тілеймін. Дендеріне саулық болсын. Осылай ұлттық мұра туралы, рухани қазына туралы әңгімелерге жиі құлақ түріп жүріңіздер деген тілегімді айтамын. Рахмет. Қызым болдым.